1510 жылы Қасым ханның Ұлытау түбіндегі шайқаста Мұхаммед Шайбани әскерін тас-талқан етіп жеңуі бүкіл Дәшті Қыпшақта оның беделінің өсуіне алып келді. Бұрындық хан бар билігінен айырылып Мауреннахрға қуылғаннан кейін қазақ ұлысындағы бар билік Қасымның қолына көшеді. Алайда билік Қасымның қолына өткенімен ресми түрде қазақ ұлысының ханы ретінде бұрындық болып қала берді. Қасым ханның билікке келуі қазақ хандығының оңтүстіктегі негізгі қарсыласы Мауреннахрдың саяси өміріндегі өзгерістермен қатар жүрді. 16 ғасырдың басында Сефевилердің басшысы Исмаил I қазіргі Әзербайжан аумағындағы Ширваншах мемлекетінің астанасы Баку қаласын басып алады. Ал 1501 жылы қазіргі Иран аумағындағы Тебриз қаласын басып алғаннан кейін барлық қызылбас тайпаларын біріктіріп, өзін Иран мен Әзербайжанның шахин-шахы етіп жариялайды. Осылайша шииттік ислам бағытындағы жаңа Сефевилер мемлекетінің негізін қалайды. Бұдан кейінгі жылдары аз уақыт ішінде Иран, Хорасан аймақтарын бағындырып, шығыста Үндістанға шықса, солтүстікте Шайбанилер мемлекетіне дейін жетеді. 1503-1507 жылдары Мұхаммед Шайбани хан Қасым сұлтанның қолдауымен бүкіл Мауреннахр мен солтүстік Хорасанды басып алып, Шайбанилер мемлекетін құрады. Шайбанилер Хорасанның солтүстігін жаулап алғаннан кейін ерте ме кеш пе Исмаил біріншімен қақтығысуы керек еді. Содан 1507-1509 жылдары Мұхаммед Шайбани мен Исмаил шах бір-бірімен өте дөрекі формада хат алмасады. Екі жақтың діни көзқарасы қарама-қайшы болғандықтан бір-бірін кәпір, дінсіз деп айыптайды. Себебі Исмаил шах ислам дінінің шииттік бағытын ұстанады. Ал Мұхаммед Шайбани болса, Орта Азияда кең тараған исламның сунниттік бағытында еді. Исмаил шах шиизмді Сефевилер мемлекетінің ресми идеологиясы етіп жариялағаннан кейін шахтың иеліктерінде сунниттік бағыттағы мұсылмандарды қудалау белең алды. Хат алмасу барысында Мұхаммед Шайбани хан Исмаил шах ұстанатын шииттік исламды бүлікшілер жол деп айыптап, сунниттік исламға қайтуға шақырады. Шайбани хан Исмаил біріншіге өзінің Шыңғыс тұқымынан екенін және бұрынғы Темір мемлекетінің жерлерін заңды түрде билеуге құқығы барын алға тартады. Исмаил шах пен Шайбани хан арасындағы соғысқа екі билеушінің Хорасан аймағына деген таласы да себеп болды. 1507 жылы Шайбани хан Хорасанның солтүстігін жаулап алғаннан кейін Сефеви мемлекетінің Хорасандағы бекіністеріне бірнеше ірілі ұсақты тонаушылық шабуылдар жасайды. Ал 1509-1510 жылдары Хорасандағы Сефеви иеліктеріне басып кіріп, Керман бекінісін жаулап алады. Осы шабуылдан соң 1510 жылдың қараша айында Исмаил шах бастаған қызылбастардың әскері солтүстік шығысқа Шайбан иеліктеріне қарай бағыт алады. Бұл уақытта Шайбани хан Герат өңіріндегі хазарларға қарсы жорық үстінде еді. Мұхаммед Шайбанидың әрекетін жіті бақылап отырған Исмаил шах Шайбани ханның Гераттағы әскери сәтсіздігі туралы ақпарат келген бойда әскерін жинап, солтүстік Хорасанға қарай бағыт алады. Шахтың әскері Мешхет, Туз, Нишапур, Сабзивар қалаларын басып алып, бүкіл солтүстік Хорасанды Шайбанилерден тазартып үлгереді. Қызылбастардың солтүстік Хорасанға жорығы кезінде Шайбани хан Мешхеттен 300 шақырым жердегі жақын аймақта Хазар тайпаларына қарсы арнайы әскери операция үстінде еді. Хазарларға қарсы жорыққа Шайбани хан бірнеше мың сарбаздан тұратын жасақпен аттанған тұғын. Ханның негізгі әскерінің бір бөлігі Мауреннахрда, Убайдулла сұлтанның қарамағында болса, қалған бір бөлігі Түркістан, Ташкент аймақтарында Қазақ хандығына қарсы әскери іс-қимылдар жүргізіп жатты. Жағдайды бағамдай келе, Шайбани хан қызылбастармен ашық шайқаспай, Мауреннахрдан көмек келгенше сол маңдағы Мерв қаласына бекінуге шешім қабылдайды. Бұл кезде біріккен қызылбас әскері бағытын солтүстік шығыстан солтүстікке қарай өзгертеді. Астарабад, одан кейін Серахс бекіністеріне жылдам әрі жойқын шабуылдар жасап, аз уақыттың ішінде бағындырады. Жаулап алынған Хорасан бекіністеріндегі бүкіл Шайбан әмірлері шахтың әскерінен қашып, Мерв қаласына келіп орнығады. Мұхаммед Шайбани өзінің туысы Бұхара әмірі Убайдулладан жағдайдың қиын екенін айтып, көмекке Мауреннахрдағы 30 мыңдық негізгі әскерді аттандырсын деп бұйрық береді. Ал Исмаил шахтың жер қайыстырар қалың қолы Мервке табан тіреп, қаланы қоршауға алады. Мұхаммед Шайбани Мервті бермей, ұзақ һәм өте табанды түрде қарсыласты. Қаланы тікелей шабуыл арқылы алуға тырысқан Сефеви әскері еш нәтижеге жете алмады. Ол кезде Бұхарадан Мерв бағытында 30 мыңдық өзбек әскері көмекке жіберілген тұғын.
Алайда 1510 жылдың желтоқсан айында Мұхаммед Шайбани хан Мәуереннахрдан келетін қосымша күшті күтпей Ысмайыл шахтың арандатуына еріп, өтірік шегінген Сефеви әскерінің артынан қуа жөнеледі. Қызылбас әскерін қуу барысында Шайбани ханның жасағы Махмудабад ауылының іргесінде 17 мыңдық шах әскерінің қоршауында қалады. Қанды әрі өте белсенді қарсыласу нәтижесінде 5 мыңдық өзбек жасағы жеңіліс тауып, түгелімен қырылады. Ал Мұхаммед Шайбани хан шайқас кезінде ерлікпен қаза тауып, басынан айырылады. Шайқастан соң Ысмайыл шах Мұхаммед Шайбанидің басын алып, одан шарап ішетін кубок жасайды. Денесін туыстарына Самарқанға жібереді.